1847 жыл. Россия жеңе алмаған Кенесары хан 10 мың сарбазымен қырғыз жеріне келіп жетті. Кенесары келмей тұрып, патша үкіметінің билігін мойында бүлгірген қырғыз манаптары қазақ ханымен одақтасудан бас тартты. Осылайша Кекілік Сеңгір деген жерде қырғыз манаптары Вишневский бастаған орыс отряды және Қоқан хандығының әскерлері Алмалы сай шатқалында Кенесарының сарбаздарын үш жақтан қоршауға алды. Осы кезде Рүстем Сұлтан мен Спатай батыр бастаған қазақ әскерлері майдан даласын тастап шегініп кетті. Бұл Кенесары ханның соңғы шайқасы болатын. Арыстандай арпалысқан Кенесары хан 32 қазақ сұлтанымен бірге тұтқынға түсті. Осылайша қазақ хандығын сақтап қалу арманы Кенесары ханмен бірге келмеске кетті. Ал шайқас басталмай жатып, Кенесарыны жаудың ортасына тастап кеткен Рүстем төре деген кім? Құрметті халайық, арнамызды көріп келе жатқандарыңызға алғыс айтамыз. Ал тіркелмегендер болса тіркеліп, лайк басып, каналдың дамуына қолдау білдірсеңіздер екен. Кейінгі кездері Рүстем деген адамды Абылай ханның ұрпағы деп кейбір тарихшылар қателесіп жүрген сияқты. Алдымен Кенесары хан мен Рүстем сұлтанның қалай кездескеніне келейік. Патша үкіметі күн сайын Кенесары ханның солтүстігін қыспаққа алып, қазақ хандығының қонысын тарылтып, бекіністер сала бастайды. Мұндай бекіністер бейбіт жатқан елдің берекесін кетірген соң, Кенесары амалсыздан ұлы жүз жеріне қарай қоныс аударуға шешім қабылдайды. Онда бармас бұрын хан алдымен туысы болып келетін Рүстемге адамдарын жіберіп, мәселені талқылайды. Бұл туралы әйгілі тарихшы осы Кенесары ханды көз майын тауысып зерттеген Бекмаханов былай деп жазады. Кенесары сондай-ақ 100 жігітке Наурызбайды басшы қылып, Алатау маңын мекендеген немере ағасы Сұлтан Рүстем Абылаевқа аттандырды дейді. Ол Рүстемнен өзін қол астындағы қазақтармен қабылдауын сұрайды. Рүстем елшілерді жақсы қарсы алып, Кенесарыға былай жауап береді. Менің берер ақылым, Құдай әзірше күнәсін кешіріп тұрғанда, аталған жерлерді тастап, менің жаныма көшіп келсін. Кенесары ұлы жүз сұлтандарының көмегімен қолдауына сене алатын еді. Олардың кейбірімен тіпті туыстық қатынаста болатын деп анық жазған. Енді қараңыз, Бекмаханов Рүстемді Абылаев немесе Абылайханов деп, оның Кенесарының немере ағасы екендігін анық көрсетіп жазған. Егер мұқият қарайтын болсаңыз, бұл жерде Рүстемді Абылай ханның ұлы екендігін және Кенесарыдан жасы әлдеқайда үлкен екендігін де бірден байқауға болады. Бұл Рүстем Абылай ханның саясатынан бас тартпаған, қазақтың дербестігі үшін күрескен адам. Оның айқын дәлелі, бұл адам Ресейдің отарлық жүйесіне қарсы шығып, ашық соғысты. Кейіннен бұл адам жанындағы адамдармен Балқаш аймағына қоныстанады. Рүстем Сұлтан Кенесары келмей тұрып, ұлы жүздің жеріне қоныс аударғанын айттық. Бірақ ол Қоқан хандығының иелігіне жақындамады. Барынша Жетісу аймағында қоныстанды. Шығыс Түркістанмен аралықта орнықты. Себебі ол Қоқан хандарының Кенесарының ағасы Саржан сұлтанды әкесі Қасым төрені қалай өлтіргенін жақсы білді. Және Кенесарыны майдан даласында сатып кеткен Рүстем сұлтанның бұл еместігін дәлелдейтін нәрсе, ол кезде, яғни Кенесарының ұлы жүз жеріне келетін кезінде Рүстем жасы 80-ге келіп қалған қартайған ақсақал еді. Ондай жастағы адам